Сағым Матқали. Мекентас Мырзахметовтың өміріне құрылған әңгіме. Бір түйір қан. Сауық қырып түзден оралғанымда налыған кейіппен қасқырға қарындасыңды емес, сені тастауым керек еді дегеніне түсіне алмап едім. Ендігі әңгімені төсекке таңылғанынан көз жасын көл қылып баяндады. 30-шы жылдар қалың ашаршылықпен нәубет төнген қилы заманға сайып еді. Сықырлаған қар дыбысы әрбір жүргіншінің қадамынан хабар танытып, төбелеп жауған жапалақтар ескі-ізді қаптай берді. Біз жалғызбыз. Жұртшылықты жалмаған дерттен бой тасалау үшін Кемербастаудағы Құрманбек жездеңнің үйіне жол тартып ек. Сен де ашсың, емшектегі қарындасың да. Екеуіңді қапсыра құшақтап, бірінен соң бірін шырамытқан қалың қыр басынан өте бердім. Ыңырсыған қарындасыңның үні жүйкемді жұқартса да, дем қылып, әлденіп алуға жағдай екем бермеді. Ол тұста жүрісімді жылдамдатып, тізеден көмілген қар бетін арши түстім. Үмітсіз шайтан деді. Ал мен сайтан емеспін. Төзгісіз суық пен екі перзент салмағы денемді қаусатқанымен жанымды бекем еткенін байқадым. Күннің өзі әл қадарынша қарасып, амалсыздан кешін батырғандай ма, білмедім. Шам түскен мезгілде діттегенімізге жетпебек. Ал мен алқынған күйі екеуіңді де жерге қойдым да, шалқалай деміктім бекен, әйтеуір есімді жиғанымда, қарындасыңның үнінен бөлек бейтаныс дыбыстың қылаң бергенін ұқтым. Дірілдеп көтерілген басым, бір бәлені сезгендей, қос перзентімді бауырыма қысып, айналама жүрексіне қарайладым. Бар екен тәйірі. Әудемнен тарапын танытқан бір үй қасқырға кезігеміз деп, үш ұйықтасам да түсіме кірген емес. Дереу ес жидыртқан хайуандардың қансыз қайтпайтынын жақсы білсем де, жанымда жатқан ағаш кесегін неліктен лақтырып қорқытқанымды түсіне алмадым. Онсыз да достық пиғылмен келмеген олар одан да өшіге түспей ме? Өзгенің бұл жағдайда ненде шешем қабылдайтынын білмедім. Ал менің мақсатым бар. Әкеңнің соңынан перзент тілесуі тиіс. Сол себепті бірер сәттік шешімді үсігіз жөнмен қабылдау керек болатын. Сөйттім де қарындасыңа қарадым. Бейкүнәнің бір топ қасқырға таланғандағы үнін әлі күнге дейін ұмыта алар емеспін. Оларға бір түйір қан, ал маған фәнилік сабақ. Тұла бойымды билеген ашу-ыза, нала мен мұң. Бәрі сені аман жеткізу үшін тәніме Тәңірден берілген қуат болса керек. Ал сен мұны да білмейсің. Достар, сіздермен бірге болған Арайлым Мерсайынқызы. Каналға жазылып, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.